1981 жыл. Германия. Сот залы. Барлығы тыныш. Кенет ана орнынан тұрады. Бірнеше секунд ішінде бәрі өзгереді. Бұл жай ғана қылмыс емес. Бұл ана махаббаты. Қайғы және әділдік туралы ең даулы оқиғалардың бірі. Бүгін біз Мариана Бахмайер туралы айтамыз. Мариана қарапайым әйел еді. Оның ең қымбат адамы 7 жастағы қызы Анна. Олар тыныш өмір сүрді. Бәрі қалыпты сияқты еді. Бірақ бір күні Анна үйіне оралмайды. Алғашында бұл жай ғана жоғалу деп ойлайды. Бірақ уақыт өткен сайын жағдай ауырлай бастайды. Бірнеше күннен кейін шындық ашылады. Анна тірі емес екені белгілі болады. Бұл хабар Мариананың өмірін толық өзгертті. Күдікті ұсталды. Ол бұрында заңмен мәселесі болған адам еді. Ісі сотқа жетеді. Барлығы әділдік орнайды деп күтті. 1981 жыл. Сот залы адамдарға толы. Мариана дәл сол жерде отырды. Сырттай сабырлы көрінгенімен ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Сот процесі жүріп жатты. Кенет күтпеген нәрсе болды. Мариана орнынан тұрып әрекетке көшеді. Бір сәт бүкіл зал шоққа түседі. Бұл Германия тарихындағы ең даулы сәттердің біріне айналды. Бұл оқиға бүкіл елге тарады. Адамдар екіге бөлінді. Бірі айтты, бұл ана, ол қайғыдан осылай істеді. Екіншісі айтты, заң бәрінен жоғары, мұндай әрекетке жол жоқ. Теледидар, газеттер, қоғам бәрі осыны талқылады. Бұл жай оқиға емес, үлкен моральдық сұраққа айналды. Әділдік деген не? Кек алу дұрыс па? Бұл әрекеттен кейін Мариана өзі де сотқа тартылды. Сот оның жағдайын түсінуге тырысқанымен заң бәрібір шешім қабылдады. Ол түрмеге қамалды. Бірақ бұл оқиға оның есімін тарихта қалдырды. Бұл оқиға әлі күнге дейін талқыланады. Кейбіреулері орны түсінеді, кейбіреулер қабылдамайды. Бірақ бір нәрсе анық. Бұл жай қылмыс емес. Бұл адамның эмоциясы мен заңның қақтығысы. Ал сен не ойлайсың? Мариана дұрыс істеді ме, әлде заңды бұзды ма?